Йоусап, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Нұридин. Менде бәрі жақсы. Сондай керемет көңіл-күймен осы видеоны бастаймын. В общем, мінекей мен дейтін наконец-то видео шығардым араға, білмеймін, бір апта салды. Кім біледі, кім білмейді. Мен дейтін кеше түнде, яғни ютубта сообществомда сұрақ қалдыр деген запись шығарған едімін. Так что бүгін мен соларға жауап беріп өтемін. Егер де сен сұрақ жазып үлгермесең, ренжіме бро. Өмір қатал. Жарайды, енді өзіме көп алмай-ақ қояйын, яғни мен кейінде сұрақ жауап түсіретін боламын, так что соны күтіңіздер, яғни каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, соңына дейін қараңыздар. Бұл өте күшті видео болады, мен 100% уверен, так что соңына дейін көреміз. Каналға тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаймыз. Жалпы қалайсыз? Видео басында айтқандай менде бәрі керемет, менде бәрі тамаша. Жігітің бар ма? Номеріңді айтшы. Давайте жазып аламыз. 8-776-629-65. Олсың ба, қызсың ба? Атың кім? Киноға түскің келсе, қандай киноға түсірер едің? Вот, нормальный сұрақ. Дейтін қандай киноға түсетін десеңіз, мен білмеймін, енді бір фантастикаға түсіредім, бір какой-то бір супергеройдың ролін ойнасам, бір романтический фильмді түсіредім. Ютубтан соң не істейсің? Әзірге білмеймін не істейтінімді. Білмеймін, сол обычный өмірмен өмір сүретін шығармын, бірақ әзірге мен ютубты тастамаймын, так что менен ондай сұрақ қоймаңыздар, окей? Мектепте не қызық болады? Сен мына сұрағыңа қарағанда сен мектеп бітіріп қойған адамға ұқсайсың ғой, или мүлде мектепке бармаған шығарсың әлі? iPhone неге алма? Біріншіден мен iPhoneға ақша жетпей қалды, яғни iPhone 200 мың бір теңгеге ол қайда маған әлі. Сосын мен осындай арзан телефон ала салдым. Енді былай нормально, енді PUBG, Free Fire ойнағанға келеді. Каналдың активін түсіп кетті, егер де сол бұрынғыдай темппен просмотр жинағанда мен даже қазір бір үй сатып алатын едім, iPhone емес. Мен бомжовать етіп қалдым сол кезде, сондықтан да маған срочно телефон алу керек болды. Өзің туралы факт айт. Мынандай кепкамен жүрем, яғни мектепте де, любой жерге барсам да осындай мен жүрем. Өмірде неден кайф аласың? Ұйықтаған. Дәл қазірде мен ұйықтағым келіп тұр, но видео түсіру керек. Темірлан, екеуің таныссыңдар ма? Жоқ, таныс емеспіз. Темірланмен мен кейде инстаграмын бұрын переписываться еткен едім, яғни сөйлескенбіз. В общем, не в тему болды. Қазақстаннан басқа қандай елде туылар едің? Кім айтты сендерге мен Қазақстанда туылды деп? Мен дейтін Америкада туылар едім, өйткені Американ бой болып жүретінен где-то Нью-Йорк или Калифорния сол жақтарда тұрар едім. Өйткені о жақта возможность көп, сен о жақта көп затпен айналыса аласың, так что сол ғалама, яғни сол ел маған өте қатты ұнайды. YouTube болмағанда не істеп кетер едің? Егер де YouTube болмағанда мен обычный школьник болып жүрер едім, кәдімгі барлық сияқты, не болмаса тиктокер болар едім. Қандай вайнерлерді көресің? Мен вайнер көрмеймін, яғни мен инстаграмда подпискемде қандай вайнер жоқ, қазір вайнерлер өте қатты дамып кетіп жатыр ғой, инстаграмда уже миллион бірдеңке подписчик бар, білмеймін, оларды көрмеймін. Мен просто поискқа кірген кезде рекомендациядан түрлі сондай вайнерлер ма, сондайлар шығып отырады, соларды қарап, күліп отырамын. Келесі сұрақ бізде Бексұлтан Кенте маған бірінші рет галочкасы бар комментарий кепті. Бұл комментарий мен бағана көріп қойғам, сол кезде таңғалып қойғам. Енді мені таяқ жеді деме. Егер де кім білмейді, білетіндер де бар шығар, мен ютуберлер таяқ жеді деп түсірген едім, яғни Темірлан Болат бар, Алик Кизет. Екеуі екен ғой ма? Жарайды, скоро күт. Соңғы көрген фильмім. Социальная сеть деген, яғни біле өссіңдер, мен бұрын Қуанғали мистер Прикольчиктің советтерінен көргем, яғни бұл, Фейсбукты шығарған адамдар жайлы кино, яғни Facebook деген білетін шығарсыздар, қазір Инстаграмды сатып алған, WhatsAppты бәрін сатып алған, Facebookты шығарған адам жайлы, оны қалай шығарды, яғни оны бір, екінші курс оқитын бір бала шығарған, и сол достарымен бірге соның қалай істегенін бәрін фильмға түсірген, яғни өте күшті фильм, сендерге советую. Сүйікті сериал.
дәл қазір сіздерге мен көрген сериалдарымды айтып берейін. Ең біріншісі ол Ривердейл деген, Уэй, Конец ебаного мира, Элита, Бумажный дом. Осы 5 сериалды көрдім я по идее. Машина айдай аласың. Да ну нафиг, конечно, мен дейтін профилім форсажға түскенмін ғой. Окей, өтпей қалды ма? Енді сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Давайте лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздердің болған мен Зайнуридин. Сау.